Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз зерттеуші боламыз. Балалар, қараңдаршы, үстелде 3 қорапша тұр. Бірақ ішінде не бар екенін біз білмейміз. Бірақ балалар, сендер зерттеушісіңдер ғой. Қораптың ішінде не бар екенін біз білу үшін әртүрлі тәсілмен зерттеп көреміз. Жақсы ма балалар? Ал енді бізде бірінші қауіпсіз ережені сақтаймыз, балалар. Біз мына қорапшаны жерге лақтыруға болмайды. Бір-біріне бөгет жасамайсыңдар, жақсы ма? Қорапшаны ауызға салуға болмайды, және де бір-біріне лақтыруға болмайды қорапшаны. Жақсы ма балалар? Тахмина, бірінші қорапшаны қолына ала қой. Ішінде не бар екенін зерттейік, кәне ала қой. Құлағына апар. Ішінде не бар деп ойлайсың? Айта ғой. Ішінде тиын деп ойлайсың, тамаша. Қоя қой. Енді екінші қорапшаны ала қой. Ішінде не бар екен деп ойлайсың? Қағаз деп ойлаймын. Қағаз деп ойлайсың ба? Тамаша, енді үшінші қорапшаны қолына ала қой. Не деп ойлайсың? Ойыншық деп ойлаймын. Тамаша, ішінде ойыншық деп ойлайсың, сен? Жақсы. Келесі Алина, қолына қорапшаны ала қой. Не деп ойлайсың? Ақша. Ақша? Қандай ақша? Тиын деп ойлайсың, Жақсы, орнына қоя қой. Енді басқаны ала қой. Ішінде не бар деп ойлайсың? Қағаз. Қағаз деп ойлайсың ба? Жақсы. Ішінде дыбысы бар екен? Кәне құлағына апарып көрші тағы да. Алина, бар ма екен дыбыс? Жоқ. Жоқ дыбыс, тамаша, қоя қой орнына. Келесі қорапшаны ала қой. Бар ма екен дыбыс? Ішінде не бар деп ойлайсың? Ойыншық. Ойыншық деп ойлайсың ба? Не себептен ішінде ойыншық деп ойлайсың? Айта қой. Ішінде қандай дыбыс шығады? Ойыншық. Ойыншықтың дыбысы шыға ма? Жақсы, тамаша, қоя қой. Енді Муслим, сен ала қой қорапшаны. Ал енді құлағына апарып, ішінде не бар деп ойлайсың? Дауысымызды шығарып айта қой. Ойыншық. Ойыншық деп ойлайсың, Тамаша, келесі. Ішінде не бар деп ойлайсың, Муслим? Айта қой. Ақша. Ақша, қандай ақша бар екен ішінде? Тиын. Тиын бар деп ойлайсың, Келесі, құлағына апарып, не бар екен тыңдадың ба? Қаңа, жеңіл ма, ауыр ма қорапша? Көтерші, екі қолмен. Жеңіл ма? Ауыр ма? Жеңіл. Не бар деп ойлайсың ішінде? Қағаз. Қағаз деп ойлайсың ба? Жақсы, тамаша. Ертөре, ала қой. Құлағына апарып, сілкіп. Ішінде не бар деп ойлайсың? Мақта. Мақта деп ойлайсың ба? Дауысы бар ма екен, жеңіл ме екен? Кәне көрші. Жеңіл. Жеңіл деп ойлайсың, Тамаша. Қоя қой. Енді басқа нені ала қой. Ішінде не бар деп ойлайсың? Ойыншық. Ойыншық деп ойлайсың ба? Тамаша, қоя қой. Ал тағы да үшінші қорапшаны аламыз. Ішінде не бар деп ойлайсың? Ақша болғаны. Ақша, қандай ақша? Тиын. Тиын деп ойлайсың, Тамаша, қоя қой орнына. Ал енді, Тахмина, саған жаңа қай қорапша ұнады? Көтерші соны, ала қой соны қолға. Ішінде не болды? Ойыншық. Ойыншық деп ойладың ба? Кәне, кел, тексерейік. Ішінде не бар екен, тексереміз. Кәне, тапты ма, Тахмина? Тапты, ішінде ойыншық бар екен. Тамаша. Ал енді, Алина, сен қандай қорапшаны таңдадың бағана? Ала қой қолына. Ішінде не деп айттың сен? Ойыншық. Ойыншық деп ойладың, Кәне, тексерейік, келе ғой. Ішінде ойыншық екен, тексерейік, Дұрыс таптың ба? Балалар, дұрыс тапты ма? Дұрыс тапты, Ал енді ертөре сен қайсын таптың жаңа? Қайсын ұнаттың жаңа? Ішінде не бар деп ойладың? Не себептен тиын деп ойладың? Мана қорапшамен дауысын ойладым. Жақсы, ішінде не бар деп айттың? Қиын деп. Ал кәне тексерейік, әкеле ғой. Кәне тексерейік, ішінде тиын бар ма екен? Ішінде тиын бар екен, балалар? Ертөре дәл тапты ма екен? Дәл тапты екен, Тамаша, балалар, жарайсыңдар. Ал енді, Муслим, сен бағана қайсын таңдадың? Қай қорапшаны таңдадың, Муслим? Осы қорапша саған ұнады ма? Ішінде не бар деп ойлайсың? Айта ғой. Ақша бар деп ойлайсың ба? Тиын ақша, Кәне, ішінде тиын бар екен, Тамаша. Бүгін зерттеуші болды, балалар? Біз осы 3 қорапшаның ішінде не бар екен білмей, бірақ бірнеше тәсілді қолданып, ішінде мақта, ойыншық және тиын бар екенін таптық, зерттеу арқылы. Тамаша, балалар, сендер бүгін жақсы қатыстыңдар. Сендерге көп рахмет.